сан жүйенің әріп жасауы ықшамдап алынды. Ертеде жер жүзінің ешбір жерінде жазу болмапты. Адамдар ағаш кертіп, шіп түйу арқылы тындырған жұмыстарын санап, бұршақ дәндерімен есеп айырсады екен. Тек бертін келе сан жүйе деген кісі әріпті ойлап тауыпты. Сан жүйе патшаның қол астындағы беделді адам екен. Патша оған қазынаның малы мен қамбадағы астықты басқаруды тапсырады. Ол өте зерек, тыңғылықты адам екен. Патша оған ауланған аңның бөлінуін, тайпадағы адамның көбейіп азайғанын есепке алуды міндеттепті. Елдегі жан басының үздіксіз артуына, зат түрлерінің тоқтаусыз өзгеруіне байланысты оларды ағаш кертіп, шіп түйіп есепке алу мүмкін болмай қалыпты. Сан жүйе қиындықтан шығудың жолын іздей бастапты. Алғашында тындырған жұмыстарын түрлі түсті жіптермен белгілеп көріпті. Ал заттар азайып, оны кеміту керек болғанда, түйінді шешу тіпті машақатқа айналыпты. Ол қанша бас қатырғанымен ешбір амал таба алмапты. Кейін анасы оған ел аралап, көп нәрсе үйреніп келуге ақыл беріпті. Жолға шыққан сан жүйе үш жолдың торабына келеді. Ол жерде үш қарт аңшы қай жолмен жүрерін білмей тұр екен. Шығысқа қарай жүрейік, онда елік бар, дейді аңшылардың бірі. Жоқ, солтүстікті бетке алайық, алдымыздан үйір-үйір бұғы кездеседі, дейді тағы бір аңшы. Ең дұрысы батысқа қарай жүру керек. Онда екі үлкен жолбарыс бар, дейді үшінші аңшы. Сан жүйе бұған таңғалады. Сосын, алдыда жолбарыс бар екенін қайдан білдіңіз? Деп сұрайды аңшыдан. Аңшы оған жердегі жолбарыстың ізін көрсетіп, мынау анық меңзеп тұрған жоқ па? Дейді. Сөйтсе, әр аңшы әртүрлі аңның іздерін байқап, келісе алмай тұрған екен. Сонда сан жүйе, әр аңның ізі сол аңға белгі болып тұр, әр затты белгілеу керек екен, деген ойға келеді. Қуанышы қойнына сыймай, сан жүйе сол арадан кері қайтады. Үйіне келген соң әртүрлі белгілер жасап, әр қайсысын әр затқа таңба етеді. Айналасындағы сансыз заттардың тұрпатын негізге алып, күндіз түні тынбай таңба жасаумен болады. Мысалы, ұясынан жанай көтеріліп келе жатқан күнді дөңгелек от шарға ұқсатып, үлкен дөңгелек сызады да ортасына нүкте қояды. Айналадағы нәрселерді жіті бақылаған ол ақыры әріпті ойлап табады. Уақыт өте келе әріптері көбейе береді. Оның мұндай іскерлігін көрген патша оны марапаттайды. Қолға алған ісін қызу қолдап, әр тайпаның әріп үйренуін талап етеді. Елде сан жүйені құрмет тұтып, атағы бұрынғыдан да аспандай түседі. Қытай тілінен аударған Серік Нұғыман. Бұл жердегі жіті деген сөз мұқият, ұқыпты деген мағынада. Сан жүйе қандай адам деп ойлайсың? Осы сұраққа жауап бере кетіңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.